Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Біз одан әрі жалғастырамыз. Енді бағдарлама басында айттық қой, біз киім ауыстырып киюден жалпы тері аурулар адамдарға қазір көп жұғып жатады. Күн жылығаннан кейін ол асқынып жатады. Одан қалай емделеміз? Түрлі осындай сұрақтардың тақырыпты бүгін ашамыз. Бүгін бізде қонақта нөмір 3 қалалық емхананың дәрігері Жанерке Сырлыбаева. Қайырлы таң. Қош келдіңіз, Жанерке. Көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді айта кетіңізші, жалпы адамдардың арасында көп кездесетін тері аурулары қандай? Қазіргі кезде көп кездесетін тері аурулары бұл теміреткі, қышыма, вирус, герпес вирусымен шақырылған аурулар, және адам папиллома вирусымен шақырылатын аурулар жиі кездесіп жатады. Көбіне бұлар жаңағында айттық қой, секонд-хенднен киім алудан жұғып жатады. Иә, біреудің киімін жанасу арқылы, біреудің киімін қолдану арқылы, яғни бірінші тұтынушыдан екінші тұтынушыға жұғып жатады. Иә, біз енді қазір міндетті түрде тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз, сұхбатымызды бастаймыз. Дегенмен де дәл қазір бір өзім барып, арнайы осындай секонд-хенд деп аталып жүрген дүкендерге барып, бейнематериал дайындап келген едім. Толығырақ көріп алайық, содан кейін жалғастырамыз. Иә, бренд деп жатып, көбісі қазір адамдар осы секонд-хендге неге асығады? Көп адамдар алып жатады ғой қазір. Көп адамдардың бұл секонд-хенд дүкендеріне барып киім алу себебі бұл көбінесе Европа елдерінен келеді. Яғни көптеген брендтік киімдер өте арзан бағада әкелінеді. Сондықтан қолжетімді болғаннан кейін көбінесе ол жерге баратындар жастар брендтік киімдерді алғысы келеді, бірақ біріншілік қаражаттың жетіспегенінен сол екіншілікті өнімді қолдануға тура келеді. Иә, негізі осы сюжетті жасау барысында байқалды, негізгі себептердің бірі қаражаттың жетіспеуі, ерекшелену, яғни ерекше киімдерді Европадан келген кигілері келеді. Осындай дүниелер бар. Енді өзіңіз айтыңызшы, біреудің киімін кию қаншалықты дұрыс? Негізі біреудің киімін кию ол жеке гигиена шараларын сақтамау болып табылады. Себебі әр адамның өзіне тән ерекшеліктері болады, өзіне тән иістері болады, және тері ауруларының жұғуына өте көп ықпал жасайды. Сіз дүкенге барып көрдіңіз, сол жерде ерекше бір иісті байқадыңыз ба? Болды, иә. Ол осы Европадан келетін киімдер екіншілік қолға түскен кезде олар химиялық өңдеуден өткізіледі. Яғни ол кезде формальдегид деген химиялық ерітінді қолданылады. Ол материалға сіңгеннен кейін оны қайта жою өте қиынға соғады. Иісті ме? Иісті. Иіс және жаңағы ерітіндіні жойылып кетуі өте қиын. Сондықтан ондай киімдерді қанша жусаңыз да, бізде кір жууға арналатын қоспаларды қосқанның өзінде ол формальдегидтің кетуі қиын және иісі үнемі сақталып тұрады. Бұл формальдегид химиялық зат болғаннан кейін адам оны тұтыну барысында ол тыныс алу жүйесіне, жүйке жүйесіне және жалпы адам ағзасына өте зиянды болып табылады. Сонымен қатар формальдегид қатерлі ісік ауруларын шақыратын канцероген болып табылады. Яғни оны өте ұзақ қолданған жағдайда рак ауруларын шақыруы мүмкін. Солай ма? Әрине. Аты жаман ауруға дейін апарады екен бастамасы бұлай болған. Енді жалпы тері ауруларын жұқтырғаннан кейін оның шектеуі дейміз, шегі жоқ болып кетеді. Қалай емделу керек, оны қанша уақытта емделеді, емделу үшін қалай жүзтану керек, не жеу керек, не жемеу керек? Тері ауруларын егер жұққан жағдайда әрине оның емдеу процесі өте ұзақ уақытты алады. Бірнеше айға дейін созылуы мүмкін. Одан кейін ең бірінші, ең маңыздысы ол жеке бас гигиенасы. Яғни әр адамның өзінің қолданатын заттары тек өзінде ғана болу керек. Біреудің киімін кимеу керек. Ол жаңағы алдын алу мақсатында қолданылады. Ал енді айтыңызшы, мысалы көбіне енді қыздар арасында болып жатады, бірінің кейін кимесін себебі иісін жұғып кетеді деп айтады, иә? Бұл жалпы қандай иіс және де қалай ол бір рет киді жұқты? Осылай бола ма, әлде қалай болады негізі? Бұл негізі терлеу процесі қалыпты организмде болатын физиологиялық жағдай. Ол бірақ ешқандай иіссіз болады. Иіс қай кезде пайда болады? Сол терлеу барысында бактериялар қосылған жағдайда. Яғни микробтар қосылады, содан иіс пайда болады. Ол бактерия қосылғаннан кейін түрлі аурулар пайда болады. Сондықтан әрине ол өте айтып отқаныңыз дұрыс. Тер ауруы иіс адамдардан бір-біріне жұғады. Сондықтан барынша біреудің киімін кимеуге тырысу керек. Жалпы бала кезден енді айтып отқан иіс кимеу керек болғанда өзіміздің ағаның киімін киіп, студент кезімізде, ондай болды студент кезімізде тіпті кім ұйқыдан бірінші тұрады сол жақсы киініп кететін кездер болды, бірақ ондай жұқпады.
Иә, ол біріншіден иммунитетке де байланысты болады. Екіншіден, сіз егер өзіңіздің бауырыңыздың киімін киетін болсаңыз, сіз білесіз, ауруы бар ма, жоқ па, оған көзіңіз толық жетіп тұр. Екіншіден, көбінесе осы тері аурулары мектеп жасындағы балалар мен студенттер арасында өте жиі кездеседі. Неге? Себебі студенттер бір-бірімен жатақханада тұрады, бір-бірінің киімін ауыстырып киеді, және жаңағы сүртінетін орамалдарын ортақ болып кетеді. Сол кезде жұғу қаупі жоғары. Одан кейін балалардың арасында көбінесе спорт секцияларынан баратын балалар, ол жерде спорт залдарда матрастар болады. Физикалық жүктеме болған кезде адамда тер бөлінеді, ол матрастар күнделікті өңделмейді. Сондықтан балаларда жиі болады. Сол үшін жергілікті поликлиникалар, емханалардан жылына бір рет мектептер арасында, оқушылардың арасында профилактикалық тексеру жүргізіледі. Енді өте жақсы айтып кеттіңіз, жаңа спорт залдардағы деп, жаттығу залдарында мысалы қазір арнайы халаттар, орамалдар, яғни сіз алып кетесіз, содан кейін болғаннан кейін тапсырып қайтып кетіп қаласыз. Енді ол жалпы адамдардың барлығымен бірге жуылады ғой, барлық орамалдармен бірге жуылады. Оны пайдалану қаншалықты қауіпті? Мүмкіндігінше әркім өзінің жеке заттарын алып барғаны дұрыс. Себебі ол жерде сіз ол қанша жуылғанмен, өңделгенмен, даже химиялық заттармен өңдегеннің өзінде одан жұғу қаупі жоғары. Енді осы иммунитет әсер ете ме, осы тері аурулары? Иммунитет әлсіз болғаннан кейін жұға ма? Иммунитет әлсіз болғаннан кейін де жұғады. Одан кейін жаңа айтып өткендей тері аурулар өте ұзақ мерзім емделетін болғаннан кейін сол ұзақ уақытта көбінесе гормондық дәрілер қолданылады. Ол иммунитеттің түсуіне ықпал жасайды. Енді біз дәл қазір осы көктем болғаннан кейін иммунитет тақырыбын айтып жатырмыз, құрметті көрермен. Иммунитетті қалай көтеруге, қандай тағамдар көтереді, осы жайында дайын бейне материал бар. Соны көрейік, кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз. Енді Жанерке ханым айта кетсеңіз, ең басты кеңестер осындай тері ауруларына шалдықпас үшін не істеуіміз керек? Тері ауруларына шалдықпас үшін ең алдымен әрбір адам жеке бас гигиенасын сақтау керек. Бұл ең маңыздысы. Одан кейін денсаулығына көңіл бөліп спортпен айналысу керек, дұрыс тамақтану керек, иммундық жүйені жақсарту керек, және де әрбір адам жылына бір рет дәрігердің профилактикалық тексерісінен өтіп тұру керек. Ол міндетті. Міндетті түрде. Тамаша, Жанерке ханым, алғыс білдіреміз, уақыт бөліп келгеніңізге. Пайдалы, ерекше бір керемет сұхбат болды. Еңбегіңіз жемісті болсын, жақсы күндерде жүздесейік. Рахмет, шақырғандарыңызға көп. Ал енді құрметті көрермен, дәл қазір бізде астрологтардың кеңесі.